Өткен видеоларда Құран мен хадистерді мазақ етіп, туалетке жазып, және жерде аяқ асты еткен видео ойындар және Аллаға тіл тигізген брейнрот жайында айтқан болатынбыз. Ал сіз білесіз бе, осындай қорлық қаншама ғасыр бұрында жасалып келген. Бүгін осы жайлы айтатын боламыз. 1321 жыл Данте Алигьери Құдайдың комедиясы деген еңбегін жазады. Осы кітапта Дантенің ойынша тозақтың түбінде азапталып жатқан адамдардың арасында Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, және Али ибн Абу Талиб жүр екен. Тіпті осының суреті де бар. Ал кітаптағы сөздерде осылай айтылған: қараңдаршы, Мұхаммед қандай сорлы күйде. Али менің алдымда ыңырсып, бас сүйегі екіге бөлінген. Ал автордың ойынша тозаққа кіру себептері бүлік шығару. Қандай бүлік десеңіз, Исаның Құдай емес, пайғамбар деген сенімді тарату. Енді осы суретке қараңызшы, бұл не өзі деген сұрақ бірден туындайды. Шынымен де қарасаңыз, бір түсініксіз құбыжық. Міне дәл осылай орта ғасырларда пайғамбарымызды Европада бейнелейтін. Және Мұхаммед сиқыршы, әрі шайтан. Ал мұсылмандардың діні кім көрінгенмен жыныстық қатынасқа түсуге рұқсат береді деп жала жабатын. Осыдан болса керек, қарапайым европалық халық крест жорығына барып, мұсылмандарды сонша аяусыз өлтірген. Келесі суретке көшейік. Джованни да Моденаның фрескасы. Базилика Сан-Петронио шіркеуінің бұл фрескасында азапталып жатқандардың арасында Мұхаммед деген жазуды көріп қаламыз. Иә, тағы да осындай сурет. Швециядағы Готланд аралында шіркеудегі фрескада протестант сенімінің жаулары суға батып бара жатқаны бейнеленген. Сол жақта римдік папа, ал оң жағында өздеріңіз көріп отырған шығарсыз. Енді ең сұмдықты көрсетейін. Бельгияда Матеус ван Беверен деген атақты мүсіншінің жасаған мүсіні. Аяқ асты болып жатқан, қолында Құран ұстаған Мұхаммед пайғамбар. Міне осындай жала мен қорлық бұрыннан бері жалғасып келеді. Ал біз керісінше жамандыққа жақсылықпен жауап берейік. Көптеген адамдардың өтінішімен туң сахур нені білдіреді? Көбіңіз Түркияда барабанмен осылай халықты сәресіне оятатынын көрген шығарсыз. Осыған ұқсас дәстүр Индонезия сияқты елдерде де бар екен. Алайда олар таяқпен есікті қағады екен. Ал белгісіз біреулер осыны әзілге айналдырып, түнде есік қағатын сахур келеді дей бастады. Егер әлі түсінбесеңіз, сахур ол сухур, яғни ауыз бекіту немесе сәресі. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Осы тақырыптағы өткен бөлімдерді көрмесеңіз, осы жерге басыңыз.